Тәжірибелі дәрігер ретінде мен қант диабетінің маңыздылығына ерекше тоқталғым келеді. Бәрімізге белгілі, қант диабетінің бірнеше түрі бар. Мысалы, бірінші тип, екінші тип. Қант диабеті өте қауіпті, себебі оның жедел және созылмалы асқынулары көп. Осыған байланысты науқастарда жиі шұғыл жағдайлар туындайды. Қант диабеті жақсы бақыланбаса, науқастар кардиологтарға, нефрологтарға, невропатологтарға, тіпті тамыр хирургтарына жүгінуге мәжбүр болады. Егер сіз қант диабетін ерте анықтасаңыз, мысалы, жалпы медициналық тексеру, отбасылық тексеру немесе кәсіби тексеру арқылы қант диабетін ерте анықтап, оны емдеп, дұрыс тамақтанып, жаттығу жасап, уақытылы бақылауда ұстасаңыз, қант диабетін жақсы басқаруға болады. Жиі ауруханаға жатқызу, шұғыл жағдайлар кардиология, нефрология және неврология саласындағы жоғары мамандарға бару, мұның бәрін қант диабетін жақсы бақылау, яғни гликемияны дұрыс басқару арқылы азайтуға болады. Сондықтан мен халыққа айтарым, бұл ауруды өз қолымызда ұстап бақылауға болады. Егер сіз қант диабетін дұрыс тамақтану, жаттығу және уақытылы бақылау арқылы қадағаласаңыз, қант диабеті үй жануары сияқты тәртіпті болады. Ал егер қант диабетін бақыламасаңыз, ол жабайы аңға айналады. Сол кезде өміріңіздің кейінгі бөлігін көбіне ауруханада өткізіп, көптеген дәрігерлерге қаралуыңызға тура келеді. Үндістан әлемдегі қант диабеті бойынша астана, сондықтан бұған мақтануға болмайды. Біз бұл мәселені өте байыппен қабылдауымыз керек. Оны жақсы бақылап, қант диабетін қадағалап, өмір сүру ұзақтығын арттыруымыз қажет. Рахмет.